Сіздер білесіздер ма? Адамға ақыл әртүрлі жаста келеді екен ғой. Біреуге 6 жаста келетін болса, балаға, біреуіне 60 жаста келеді. Тіпті біреуіне келмеуі де мүмкін. Бұл жерде мен ақылды болып кеттім деп тұрған жоқпын. Бірақ әр адамның уақыты келе санасы да, ойы да өзгереді екен. Сол сәтте менің түсінгенім, дүниеде ең жаңағындай орны қайтып келмес, қайтып толмайтын білесіздер ма? Адамның көңілі екен ғой. Көңіл. Сен біреуді ренжіттің, кешірім сұрайсың. Сен ренжіп қалдың, сен оны кешірдім деп ойлайсың. Бірақ бәрібір де кешірдім деп аузыңмен айтқанмен, сенің ішің бәрібір де кешірмейді екен. Сынған кесені қайтадан жамап, орнына келтіру мүмкін емес. Сөйлеген кезде сөзімізге абай болып, сыйластықпен өмір сүрсек жақсы деп ойлаймын. Сөзге ғана ие болу керек қой. Сөз барлығын құртатын да, барлығын құрайтын да тек қана мына сөз екен.